Құрметті YouTube каналының тыңдарман қауымы, менің ЮКАС каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін үйде су сабын, жаңағы жидкое мыло дейді ғой, сол бітіп қалып, үйдегі бүкіл қалған қалдық сабындарды жинап алып, су сабын жасайын деп жатырмын. Ол су сабынды жасау үшін сол қалдық сабындарды алып, майдалап кесемін. Кескенде ол өте майда болған дұрыс, себебі қазір су құйған кезде бұның үстіне ыстық су құямыз. Сол кезде ол тезірек еритіндей мүмкіндік болу керек. Сондықтан осы кескен, майдалап тураған сабынымды қазір бір ыдысқа саламын. Осы ыдысқа салып, оның үстіне мен үйден жаңағы балалардың су сабынын тауып алдым. Сол сабыннан бұның үстіне жаңағы 2 қасық жаңағы балалар су сабынын салам. Мінекей мынау су сабыны балалардың. Иісі бәрі өте жақсы. Осыдан 2 қасық саламын. Сонда ол жаңағы қоюырақ болады біріншіден, екіншіден жаңағы иісі де жақсы болады. Ыстық сумен құйып үстінен ыстық суды араластырам. Араластырып алғаннан кейін, араластырғанда енді жаңағы қалған түйілері болмау керек, сол түйілердің барлығын жібітсе болады. Мен енді асығып тұрғаннан кейін тез жасап жатырмын. Сондықтан мен бұны газға қойып, сол қайнағанға дейін, бір қайнағанға дейін осыны ертіп алам. Себебі маған жаңағы сабын тез керек болып тұрды. Енді сол сабынды осындай дозаторы бар ыдысқа құям. Ыдысқа құйғанда бұл әрине мен көп істеген жоқпын. 150 грамм, мүмкін бір 200 грамм істеп отырған шығар. Бірақ енді жаңағы ол сабынның қанша сабының бар соған байланысты. Бірақ негізі осы жасайтын нәрсе екен, өте қолайлы және жаңағы не дейді, аллергияң жоқ болады. Аллергиясы бар адамдарға ондай зияны жоқ, сондай сабын болады да бұл. Сондықтан осындай сабынды сіздермен бөлісіп отырмын. Егерде біреуге ұнаса, не болмаса бір жаңағы өзіне пайдалы нәрсе алатын болса, мен өте қуанышты болам. Енді аяқ астында дүкенге баратын уақыт жоқ. Сондықтан осындай әдемі сабынды жасай қойдым. Тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.